Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін термомикспен өте дәмді трюфельный торт дайындаймын. Видеоны көрмес бұрын лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Бірінші қамырын дайындап аламыз. Ол үшін жұмыртқа мен қантты 5 минут пескошты араластырып, үстіне сүт пен сұйық май қосып 30 секунд торскошты араластырамыз. Үстіне ұн, какао қопсқыш қосып 30 секунд торскошты араластырамыз. Енді қамырымызды 2 минут 3 скошты араластырып тұрып, үстіне қайнаған ыстық су құямыз және жарты шай қасық соданы қосамыз. Енді мусс дайындаймыз. Ол үшін желатинді мұздай суға салып ерітеміз және де шоколадымызды ерітіп аламыз. Чашаға 500 грамм сливкиді құйып, 1 минут 3,5 скошты араластырамыз. Енді менен сіздерге лайфхак. Сливки жақсы араласып қою болып шығу үшін бабочканы видеодағыдай орналастыру керек. Сол кезде бабочка жартылай айналады. Ал егер бабочканы осылай орналастыратын болсақ, ол толық айналым жасайды, сливки онша шықпайды. Сондықтан бабочканы осылай орналастырған дұрыс. Сливки қоюланғаннан кейін тағы да 2 минут 1 скошқа қойып, үстіне шоколадымызды салып, кейін еріген желатинімізді құямыз. Енді бисквитіміздің бетін тегістеп, формаға қайта салып, үстіне дайын болған муссымызды құямыз. Тортымызды 1 сағатқа мұздатқышқа салып аламыз. Кейін үстіне қалауларыңыз бойынша какао сепсеңіздер болады. Шоколадты трюфельный тортымыз дайын, өте ерекше дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Торттың жанына міндетті түрде кофе қосып ішіңіздер, өте дәмді болады. Ас болсын!